Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге кешегі ерлерге арналған макасидің алдыңғы бөлігін тоқып үйретемін. Яғни ол мына макаси. Енді бүгін осы алдыңғы бөлігін, осы бетін тоқып көрсетемін. Видеомды соңына дейін қарап, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп алыңыз. Түсінбеген жеріңіз болса комментарийға жаза кетіңіз. Біз онша сабақты бастаймыз. Енді қараңыз, осы жерден аяқталды. Осы жерден енді біз осы аяқталды. Енді осы жерден бастап алдыңғы бөлігін тоқимыз. Жай ілмекпен тоқып шығамыз. Яғни столбик без накидпен. Егер сіз тоқу білмесеңіз, менің арнамда көптеген сабақтар бар, тоқуды үйренуге арналған. Сол сабақтардан көріп, тоқыманы үйреніп алыңыз. Содан кейін аяқ киім тоқып бастаңыз. Айтар болсам, аяқ киім деген өте көп пайда әкелетін тоқыманың түрі. Сол себепті аяқ киім тоқуға кеңес беремін. Қазір осы макасидің түрлерін базардан, әр жерден алып жатыр, неше түрлі макасиді. Оның қасында біздің қолымызбен тоққан макасиіміз өте жарамды. Ұқыптап кисеңіз 3 жылға дейін гарантия. 3 жылдық кепілдігі бар өнім. Сол себепті осы макасиді тоқып сатуға кеңес беремін. Үйде отырып не істеймін деп ойланып отырсаңыздар, осы макасиді тоқып сауда қылып, бизнес қылып табыс тапсаңыз болады. Мінекей дәл осылай мына жерге дейін тоқимыз. Мінекей мына басқа дейін тоқыдым. Енді осы жерге қарасаңыздар, мұқият қараңыздар. Мына жердегі екінші қабатқа, екінші қатарға көтерілген біріккен жерінің үстінен тоқимыз да, міне. Үстінен басып тоқимыз. Сосын мына тұрған астыңғыдан тоқылғанның үстінен тоқимыз. Көрдіңіз ғой? Дәл осылай енді әрі қарай артқы бөлігін тоқып кетеміз. Көрдіңіз ғой? Енді артқы бөлігін дәл осылай тоқып кетеміз. Артқы бөлігін өзіңіз білесіз, өздеріңіз. Енді дәл осылай алдыңғы бөлігіне дейін, мына бетке дейін тоқып аламыз. Артқы бөлігін әдеттегідей тоқып шығамыз, бірінші сабақтағыдай. Мінекей мен келдім алдына. Енді осы жерден тағы да әрі қарай столбик без накидпен алдын тоқып шығамыз. Міне достар, дәл осылай алдын тоқып, артымен қосып тоқып шығамыз. Яғни неше қатар? Міне 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 қатар. Общий 5 қатар болу керек. Бізде енді мына жерде 1, 2 қатар болды. Енді 3 қатар тоқимыз. 3 қатар тоққан кезде артқы бөлігіміз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болып тұр. Енді 3 қатар тоқсақ 13 болады. Бізде енді мына аяқ киімнің артын санап көрейік, қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Көрдіңіз ғой? 13. Енді мына жақта 3 қатар тоқсаңыз,
мына табанында арты 13 болады, алды 5 болады. Дәл солайынан алдын мына бөлікті осылай төменге қарай тоқып шығамыз. Үстіңгі бөлігін сосын көрсетемін. Мінекей достар, мен алдыңғы бөлігін тоқып болдым. Сіздерге айтқандай жаңағыдай міне 1 2 3 4 5 қатар тоқып болды. Дайын. Енді артыңғы санайық. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Арты да дайын. Мінекей. Дайын макаси санайым. 1 2 3 4 5. Артқы бөлігі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Осымен біздің алды артқы жақтаулары дайын. Енді біз алдын тоқимыз. Алдын тоқу үшін қараңыздар. Міне біздің зауыттың салып берген белгісі. Дәл соның үстінен жүріп ілмекке маркерді қадаймыз. Содан кейін санаймыз. Міне 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-ге жібімізді ілеміз. Ілдік. Мына жіп осылай қала береді. Енді осы жерден қараңыздар. Мінекей, мына жерден қалдырамыз. 1 2 осыны көріп тұрсыз ғой. Мына жерден бастап тұрық біз. Енді ары қарай тоқимыз. Тоқу үшін қараңыздар. Мына жерде 1 көз, 2 көз тастаймыз да, 3-ші көзге алып келіп, столбик знакидін тоқимыз. Міне. Содан кейін крючокқа жіптіліп, мына 2 көз қалдырдық қой, 2 көздің 1-ші көзін тастап, 2-ші көзіне тоқимыз. Так. Ой. Мінекей. Тиіп қалып жатыр. Кешірім сұраймын. Не? Крючокқа жіптілеміз да. 1 көзін тастап, 2-ші көзіне іліп, столбик знакидін тоқимыз. Мінекей, одан кейін крючокқа жіптілеміз да, 1 көз тастап, келесі көзге. Қараңыздар, алдын қарап алыңыздар. Көрдіңіздер ғой? Орталары ашық тұрған себебі X жасаған кезде ортасы ашық болады солайынан. Міне 1 көз тастап, келесі көзге столбик знакидін тоқимыз. Не? Көрдіңіз ғой? Міне келесі кезекте жаңағы тастап кеткен бос көзіміз, соған тоқимыз. Көрдіңіз ғой, сол кезде осындай ортасы ашық болып қалады. Келесі 1 көз тастап, келесі көзге. Келесі де тастап кеткен көзімізге тоқимыз. Көрдіңіздер ғой? Енді мына маркерді алып, 1 көз тастаймыз. 1 көз тастап, келесі көзге столбик знакидін тоқимыз. Одан кейін тастап кеткен көзді тоқимыз. Одан кейін 1 көз тастап, келесі көзге. Келесі көз тастап кеткен көзге тоқимыз. Көрдіңіз ғой?
міне алды, мына жерден басталды. 1 2 3 4 5 6. Бірінші қатар 6 осындай x болады. Міне 1 тоқыдық, 1 2 3 4 5 тоқыдық, енді ең соңғысы 6. Бір көз тастап, келесі көзге тоқимыз. Одан кейін тастап кеткен көзге тоқимыз. Содан кейін не? Көрдіңіздер ғой? Алтаудан кейін бір көз тастап, келесі көзге бекітеміз. Бір көз тастап, келесі көзге бекітеміз. Бекіткенде осылай столбик без накидпен осылай бекітіп, маркер қадаймыз. Мінекей, алды бастапқысы дайын. Енді қараңыз. 6 тоқыдық, 6-тан кейін бір көз тастап, келесі қатар тоқимыз. Ол кезде бірінші алғашқы қылып, мына бір убавка ретінде қолданылады. Бұл үстіңгі қатар, үстіңгі бетін жалпайтып жаңағыдай. Барлық аяғы сиып тұратындай қылып, башпайлары сиып тұратындай қылып кеңейтеміз. Өйткені подъемына қарай үлкейтіп, кеңейтіп, көрдіңіз ғой? Сол үшін қолданылатын мына жерде тұрған. Міне мына тұрған бұл прибавка. Прибавка деген бізде қосу. Тағы бір плюс бір ілмек қосу деген ғой. Міне мына жерден жібімізді ішінен керіп тоқимыз. Бір көз тастап, келесі көзге. Көрдіңіз ғой? Келесі көзге тоқимыз. Осы міне крючокқа жіптілеміз да, мына бос клетка отыр ғой, сол бос клетканың ішіне алып бір столбик накидін тоқимыз. Одан кейін крючокқа жіптілеміз да, мана тұрған екі ортасы тұр ғой, ортасында тұрған көзге тоқимыз. Одан кейін крючок жіптілеміз да, қайтадан алдыңғы бөлікке тоқимыз. Крючокқа жіптіліп, енді көрдіңіз ғой, міне мына жерден емес, оның алдынан тоқимыз. Одан кейін алдыңғы көзден аламыз. Одан кейін мынаған емес, келесіге дәл жаңағыдай ғой, бос көз тастап кетеміз. Одан кейін алдыңға айналып келіп, сол көзді толықтырып тоқимыз. Мінекей. Дәл жаңағыдай, мына көз тастап, келесі көзге тоқимыз. Содан кейін алдыңғы көзге тоқимыз. Не? Көрдік қой, міне, көрдіңіз ғой? Дәл жаңа алдыңғы бір столбик накидімдей, мына тағы да бір столбик накидім жасаймыз. Міне, шығардық. Осы жерде маркердегі жіпті іліп аламыз да, маркерімізді босатып, үшеуін бір шығарамыз, одан кейін екеуін бір шығарамыз. Енді бір көз тастап, келесі көзге бекітеміз. Столбик без накидпен. Мінекей, бекіттік. Енді қайта маркерді қоямыз. Мінекей, енді тағы да ішінен жіпті тартып, керіп, келесі көзіміз бір көз тастаймыз, келесі көзге тоқимыз. Қатты тартып та жүрмеңіздер, қатты бос қылып та қоймаңыздар, осылай қолыңызбен ұстап тұрыңыз да. Енді крючокқа жіптілеміз да, мына көз тастап, міне, мынау бір столбик тұр ғой, сол столбиктен кейін тоқимыз.
содан кейін мына көздің алдына тоқимыз, столбиктің алдына. Бұл бізде уже көріп байқағандарыңыздай бір столбиктің үстіне бір X узорын салдық. Келесін дәл жаңа айтқанымдай көрдіңіздер ме? Если сіз қатты тоқыдыңыз, түсінбеймін, тез тоқып жібердіңіз десеңіздер, настройка бөлімінде көруге арналған авто деген жерді басасыз, сол жерден обычно деп тұрады, не болмаса X тұрады. 1X, 1,5X деп тұрады, сол 1,5X-тен төменге қарай қойыңыздар. Обычныдан төменге қарай бассаңыздар, менің жасаған қимыл іс-әрекетімді жайлап көрсетеді, жаймендеп. Бірақ мен сіздерге анық қылып түсіндірдім. Түсіндіңіздер деп ойлаймын, сол себепті. Міне. Көрдіңіздер ғой, X-тің үстіне X түсіп жатыр. Енді достар, қараңыздар, осы жерде, міне, мына жердегі соңғы столбик знакидім қосқан бағанағы. Соның алдынан тоқимыз. Енді бастапқы көзден алып, алдынан, мынау енді артынан алып, мына маркердегі жіптіліп алып, маркерді босатамыз да, крючокқа жіптіліп, міне, шығарамыз. Екеуден шығарамыз. Енді мына жерден бір көз тастап, келесі көзге столбик без накидпен бекітеміз. Мінекей. Көрдіңіз ғой? Яғни, міне мына жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6X болған бірінші қатарда. Екінші қатарда біз бір столбикті қосып, міне алдынан бір столбик, соңынан бір столбик қостықта, келесі үшінші қатарымызды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жаңа 6 еді ғой, бір столбиктен қостықта 8 X өрнегін салдық, көбейттік, 6-ны 8 қылдық, одан кейін енді 8-ді 10 қыламыз, 10-ды 12 қыламыз, 12-ні 14 қыламыз, 14-ті 16 қыламыз. Тағы бір көрсетіп жіберейін. Міне, жібімізді қатты кермейміз, бір көз тастап, келесі көзге. Келесі көзге крючок ілеміз да, мына алдыңғы бастапқы көзге столбик знакидін тоқимыз, одан кейін мына жерді тастаймыз да, келесі көзге X-тің сол жақ бетін тоқимыз. Енді мына столбик знакидін алған жақтан крючогымызды салып, оң жақ бетін тоқимыз. Көрдіңіз ғой? Енді мына көз тастап, келесі көз. Егер түсінбеген жеріңіз болса,
тоқтатып қайтадан айналдырып солайдан көріп түсініп алыңыз. Себебі сабақта сіз неғұрлым түсінсеңіз, соғұрлым тоқымаңыз да әдемі болады. Сол үшін түсініп тоқыңыздар. Мінекей. Осылай тоқып жатқан кезде сіздер арнама жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Егер сабақ ұнап жатса, ұнады деп лүпіл басыңыздар. Мінекей достар, X тоқыдым, X үстіне X. Енді бізде ұлғайту, кеңейту, яғни тағы да бір столбик знак елімді дәл осы жерге тоқимыз. Осы жерден маркердегі жіпті қадап, маркерімізді босатамыз. Содан кейін үшеуінен бір, екеуінен бір алып тоқимыз. Сосын бір көз тастап, келесі көзге столбик без накид жасаймыз. Енді маркер қадаймыз. Мінекей достар, енді қараңыздар, мынаның міне столбиктің сол жағынан аласыз, сосын оң жағынан, содан кейін X-ның оң жағынан, сосын сол жағынан, сосын оң жағынан, содан кейін сол жағынан, оң жағынан, сол жағынан, оң жағынан қылып, тағы да тоқып шығасыздар. Жаңа айтқанымдай, мына тұрған не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-дан кейін 8, 8-ден кейін 10, 12, 14, 16 болам дегенше тоқимыз. Аралықтарда бір көз тастап отырып тоқитын боламыз. Мінекей достар, мен 16 X узорын салдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Общий 16 болды. Осы жерден енді қараңыздар, сіздерге айтарым. Бізде мына жақ көтерілген, мына жақтау көтерілген болғандықтан осы жерде 16 өрнекті осы күйінше қалдырамыз. 16-ның үстіне 16, 16-ның үстіне 16 қып әрі қарай тоқимыз. Егер біз одан да көп қылып ұлғайтып тоқитын болсақ, аяғымызға кең болып жүрген кезде осылай кең болып жүрген кезде қолпылдап тұрады аяқ киімге. Мінекей бізде осылай мына жерге дейін, яғни біз осы жерге дейін қазір тоқып тұрмыз. Осы жерге тоқып тұрмыз, қараңыз. 1, мына көзден санаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Общий 16 болу керек. Бізде қараңыз қанша тұр екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына тұрғанмен 11. Бізде общий 11 тұр. Енді жаңа 16 деді қой, дәл 16 болу үшін мына жоғарғыға біз тағы да 5 тоқуымыз керек. Сол кезде 16 болады. Яғни бізде мына жерде тұрмыз. Осы кезде біз осы жерге келіп тұрмыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар тағы да қосып тоқуымыз керек. Мына жерде қараңыздар. Анықтап қарасаңыздар көрінеді. Міне мына жерде бізде прибавка, яғни қосу әдісі жасалған. Оның үстінде X, X-ның үстіне прибавка емес, X тұр, X, 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 X болып кетті. Дәл осылай. Енді әр жағындағы 5 қатар X болады. Сонда общий бізде прибавкаден кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қосылмаған, прибавкасы тоқылған 6 өрнек болады. Мына жағы да дәл солай. Не көрдіңіздер ғой? Мына жерде прибавка тұр. Мына жерде қосылған, одан кейін қосылмаған. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ауын қоспай тағы тоқып шығамыз. 6-ауын 5, енді біз 5-еуін тоқимыз. Өткені бізде мына жерде прибавканың үстіндегі тоқылған бір қатарды тоқып тастағанбыз уже. Енді ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 5 қатарды тоқимыз. 5 қатар тоққаннан кейін мына узорды салатын боламыз.
егер сіздердің аяқтары тым жалпақ болса, осы жер 18 болуы мүмкін. 18 әрі қарай 19, 20 деген болмайды, өйткені аяғына уже кең болып кетеді. Міне мына жерде бір көз тастап, келесі көзге міне мына жерге прибавка жасауымыз керек қой негізі, бірақ біз қазір осы жерде жасамаймыз. Енді әрі қарай жасамағандықтан мына жерден бастап тоқып кете береміз. Көрдіңіз ғой? Дәл осылай әрі қарай дальше тоқып кетеміз. 5 қатар тоқып алыңыздар енді. 5 қатар тоқып алыңыздар. Сонымен осы сабақты аяқтаймыз. 5 қатар тоқып алыңыздар әуелі. Мінекей достар, мен тоқып болдым. Менде так қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мына ең соңғысымен 16 болу керек. Дәл солай мына жаққа 16 тоқып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Енді қараңыздар. Мына жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот такие аяқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Екі жағы бірдей болды. Енді достар, бізде былай қарай 16, былай қарай 16 болды. Біз мінекей осылай алдын тоқып шықтық. Енді достар, мына тұрған көк және алды және де мына тұрған артын келесі сабақта түсіндіретін боламын. Поэтому мынаның өзі көп не болып кетті, жаңағыдай көп минут болып кетті. Сол себепті келесі сабаққа қалдырдым. Осылай сіздерде 16 қатар тоқып алып, келесі кезекте, келесі сабақта көріңіздер. Мінекей осылай болып шықты. Сабақ ұнап жатса, лайк басыңыз, түсінбеген жеріңіз болса комментария жазыңыз. Арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты, яғни мына тұрған макасидің аяқталу сабағын сіз бірінші көру үшін қоңыраушаны міндетті түрде басыңыз. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар. Ертеңге дейін.